Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі видеомыз өсімдіктердің тамырын дамытудың ең арзан жолы жайлы болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар достар. Видеоның соңында видео ұнаса бір лайк басып кетіңіздер. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, онда каналға тіркеліп кетіңіздер достар. Қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді бүгін видеомызда өсімдіктердің тамырын дамытуға арналған мына препарат жайлы айтатын боламыз достар. Бұл енді янтарный кислота. Бұны өсімдіктерге, яғни жас көшеттерге беріп тұрсаңыз, олардың дамуына өте жақсы пайдасы тиеді. Енді бұны қандай жағдайда беру керек дегенде достар, енді өсімдіктер, жас көшеттер дамымай тұрған кезде, жапырақтары сарғайып, ары қарай өспей, жүріппей тұрған кездері осыны беріп жіберсеңіз көмегі тиеді достар. Енді мысалға жаңа жас көшеттерге отырғызғаннан кейін жас көшеттерге әртүрлі витаминдер, тыңайтқыштар беріп көрдіңіз, ол сонда да дамымай, жапырақтар сарғайып тұра берсе, енді ол ауырып тұрған болуы мүмкін достар. Яғни астындағы тамырлары дұрыс дамымай тұрған болуы мүмкін. Сондай жағдайларда бұл янтарный кислотаны беріп жіберуіңіз керек. Енді ол неге ондай жағдайларға түседі дегенде достар, енді оған өткенде видеоларымызда айтып өткеніміздей, әртүрлі стресске түсу жағдайлары, сосын мына погоданың салқын болып кетуі, ысып кетуі деген сияқты, және ылғалдың көбейіп кетуі немесе ылғалдың дым азайып кетуі жағдайларынан жағдай стресске түсу жағдайлары болады. Сондай кездер енді жаңағы жас көшеттер, өсімдіктер дамымай жаңағыдай сарғайып бір орында тұрып қалады. Сол кездері янтарный кислотаны беріп жіберуіміз керек достар. Енді ауырып тұр деген кезде, енді оның астындағы тамыры ауырып тұрған болуы мүмкін. Немесе жаңағы тамыры, жаңағы жас көшеттердің тамыры жаңағыдай стресстердің әсерінен жаңағыдай астында тамыры шіріп кетуі мүмкін достар. Егер бәріңізге белгілі, тамыр жақсы болса, онда үсті де оның жақсы өседі. Тамыр жақсы көп болса, ары қарай тамырды жақсы жайылып өссе, онда үсті де дамиды деген сөз, жақсы дамиды деген сөз. Сондықтан ол жаңағыдай жапырақтар сарғайып, жас көшеттердің жапырақтары сарғайып, дамымай тұра берсе, оның астында бір мәселе болып тұрғаны. Сондай жағдайларда янтарный кислотаны беріп жіберуіміз керек достар. Енді жаңағыдай астында тамыры шіріп кетіп, жартысы шіріп кетіп, сондай жағдайлар болса, оның қаттан жаңадан тамыр шығуына, оларға жаңадан тамырлар шығарып, ары қарай дамуына, өсуіне бұл янтарный кислота түрткі беріп жібереді достар, көмектеседі яғни. Енді бұны қалай беруіміз керек дегенде достар, бұны енді 10 литрге 2 грамм салып, жақсылап араластырып, көшеттерге 500 граммнан құйып шығуымыз керек енді достар. Мен сіздерге қазір қалай қолданып көрсетіп жіберейін. Қазір достар, енді мынау банкеге 2 грамм салдым. Обязательно міндетті түрде жылы су болу керек. Егер салқын суға салсаңыз, енді жаңағыдай әсері жоғалып кетуі мүмкін. Жылы суға 2 граммды салдым, оны жақсылап араластырып, 10 литр суға жақсылап араластырдым. Енді соны 10 литр суға құямын, жаңа араластырғанымыз. Сонда 10 литр суға 2 грамм янтарный кислотаны еземіз. Бұны енді жақсылап араластырамыз, мінекей достар. Қазір енді көшеттерімізге құямыз. Мінекей достар, енді мынау жаңа помидор көшеті, жапырақтары сарғайып тұр. Көріп тұрғаныңыздай, енді оның да бір мәселе болып тұр. Астында болсын, ауырып тұрған болуы мүмкін, тамырларында. Осындай жағдайлар, жаңағы янтарный кислотаны құямыз достар. Мінекей енді әрбір көшетке міне 500 граммнан осылай астына достар құйып бара береміз. 500 грамм жеткілікті. Жаңағыдай өзіңіздің 10 литрге расчеттап 2 грамм езіп істеп аласыңыз. Немесе көшеттеріңіз аз болса 1 граммды 5 литрге істесеңіз болады достар. Неке достар, өстіп құйып бара бересіңіз. Бұл енді мына жас көшеттердің тамырының дамуына, жаңағыдай аурулардың алдын алуға, тамырының ары қарай дамып, жақсы өсіп кетуіне түрткі болады достар. Каналға тіркеліңіздер достар. Видеоны лайк басыңыздар. Отбасыларыңыз аман болсын, аман сау болыңыздар достар. Келесі видеоларда кездескенше.